сөйлесем де, потому что менің қызым үйге барысында сол мектепте 7 қойғысы келеді. Бізді жек көріп кетті олар кітап тапсырмағаннан кейін. Биыл міндетті түрде осы мектептен алып шешсіздер деп жатыр ғой. 36 оқушы бар. Оған 2 сабақ английский. Я лично обращалась 29 мая, я написала вот проблему нашей школы. Қазір енді Қарас ауданының білім бөлімі тарапынан Намат жекеменшік мектебінің ата-аналарымен жоспарлы түрде кездесу өткіздік, алдын ала телефонмен хабарласу арқылы. Бұл жерде көтерілген мәселе бірнеше күннен бері жаңағы осында өзекті мәселенің бірі болып жатқан балалардың жаңа ақылы немесе ақысыз оқу мәселесі. Бүгінгі таңда біз осы мәселені қазір министрлікпен, облыстық әкімдікпен, облыстық білім басқармасымен келіссөздер жүргізу арқылы нақты шешімді біз ата-аналарға келіп түсіндіріп айттық. Жалпы енді жан басына шаққанда қаржыландыру мәселесі бұл оқу жылы бойы төленді. Ешқандай да мәселе ол туралы болған да жоқ, болайын деп тұрған жоқ. Енді тағы да қосымша қаржыландыру мәселесі қазір қарастырылып жатыр. Ол бойынша оқу ағарту министрлігі тарапынан арнайы бұйрық дайындалып жатыр. Бұйрық дайындалғаннан кейін бұл мәселеде міндетті түрде шешімін табатын болады. Балалар әлбетте тегін оқуларын жалғастырады. Және сонымен қатар өздеріңіз жаңа оқу тәрбие процесіне байланысты ата-аналардың бірнеше сұрақтарына жауап берілді. Нәтижесінде біз тамыз айында осы мектеп әкімшілігімен бірге қайтадан ата-аналар жиналысын өткізіп, тағы да ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу жоспарланды. Министрлік тарапынан қазір жаңағы жеке меншік мектептерді қаржыландыру туралы бұйрыққа өзгеріс еніп жатыр. Ол осы бір айдың көлемінде міндетті түрде приказ шығады. Шыққаннан кейін жаңағы қаржыландыруды бұл мектепке төленеді. Сол есебінен балалар қалай тегін оқыды, солай ары қарай тегін оқитын болады. Ешқандай қазір сіздер уайымдайтындай ешқандай нәрсе жоқ.